Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз қалдарыңыз қалдай? Менде бәрі жақсы. Бүгін біз 27 сабақты өтетін боламыз. Өзіңді тексер, нені үйренгеніңді білесің. Бірінші тапсырма: 2-ге, 5-ге және 10-ға бөлінгіштік белгілерін білемін. 3 саннан таңдап алып диаграмманы толтыр. 2-ге бөлінеді, 2-ге де 5-ге де бөлінеді, 5-ге бөлінеді. Осыны жазып алайық. Диаграмма бойынша бүгінгі күнді жазып, бүгін мен осы күнді жазып алып, осылай жазып алыңыз. Сізде 11 дейсіздер, мен бұны 10-шы күн түсіріп жатырмын. Демалыс кезеді. Осыларды жазып алыңыздар. Мен 5-4 санынан алып жаздым. Екінші тапсырмада бөлінгіштік белгілерін қолданамын. Бөлуді орындаймын. 2-ге де 5-ге де бөлінетін сандарды таңдап, жазбаша есептей отырып дұрыстығын тексер. Осы сандарды оқиық. Мысалы, мен бір санды оқып берем, ағай өздеріңіз оқып. 2 санды оқып берем, ағай өздеріңіз оқып. 25148 2-ге немесе 5-ге бөлінеді. 2345 2-ге немесе 5-ге бөлінгенде номер 2-ге бөлінетін деп жаздыңыздар. Мен Б деп қойдым. 2-нің жалғасы 5-тікі жазыңыздар. Үшінші тапсырмада жиынды арасында қатынасқа талдау жасай аламын. Тең жиындарды тап. Жиындарды жазғанда осылай жазамыз. Міне осылай жазып алайық. Тең С, Д тең К. Келесі 4-ші тапсырма. Мен кесте бойынша өрнектер құрастыра аламын және олардың мәнін табамын. Өрнектердің мәнін тап дейді. Міне осылай жазыңыздар. Міне мына жерге қойғам: А көбейту Б, А бөлу Б деп жаздым. Осылай. Үй жұмысы: мен көп таңбалы сандармен берілген есептеулердің дұрыстығын тексере аламын. Есептеуді тексер. 10-283-ге қосамыз. 16-789 бөлу 9 қосу 5 көбейту 47-125 қосу 75-1055-тен мына жердің дұрыстығын тексереміз. Міне үй жұмысы осылай. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.